Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге банан қабығының пайдасы туралы, яғни үй жағдайында пайдасы туралы сіздерге айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Банан қабығымен аяқ киіміңізді ағартуға болады, яғни банан қабығымен аяқ киім бетін сүртіп, артын шүберекпен сүртіп тастаңыз. Сол кезде аяқ киіміңіз жылтырап келе шығады. Банан қабығы теріңізді күтуге тапсырмас құрал. Банан қабығының терісімен, яғни құрғақ секілі бар адамдарға өте пайдалы. Күніне 2 рет банан қабығымен сүртіп отырса, нәтижесін көп күттірмей көресіз. Сонымен қатар банан қабығы үй жағдайында өсімдіктерге тапсырмас тыңайтқыш, яғни банан қабығын көшетті отырғызған кезде пайдалануға болады. Ең алдымен отырғызу кезінде топырақтың астына банан қабығын салсаңыз, өсімдігіңіз керемет өсіп шығатын болады. Сонымен қатар банан қабығы үй жағдайында ас үйде етті қуырған кезде банан қабығымен араластырса, етіңіз жұмсақ әрі дәмі тіл үйіретін болып шығады. Және де банан қабығы тісті ағарту кезінде өте тапсырмас құрал, яғни тіс ағарту үшін банан қабығының ішкі жағымен тісті ысқылап керек, сол кезде тісіңіз көп күттірмей ағаратын болады. Яғни бұл процесті бірнеше рет қайталау керек. Сонымен қатар банан қабығы қазіргі таңда жаз мезгіліне байланысты бізде маса деген нәрселер шығатын кезде қатты қышып қоймайды. Сол кезде банан қабығымен ысқыласаңыз, момент басылады. Және де осы банан қабығы қолға тікен кірген жағдайда банан қабығын қойсаңыз, тікеніңіздің үстіне шығарып, артынан өзіңіз суырып алып тастайсыз. Және де банан қабығы киіміңізге түскен күйеден арылуға өте тапсырмас құрал. Күйген жерге, яғни күйе жұққан жерге банан қабығын қойсаңыз, күйген өзіне тартып алады. Сонымен қатар банан қабығы бөртпе, ұшық безеуге де өте тапсырмас құрал. Бетіңізге, көкіңізге көлеңке түсіретін безеу, бөртпе пайда болса, банан қабығымен сүртіңіз. Алайда оны артынша бетіңізді тұтас сүртіп жүрмеңіз. Бұл нәтижені көп күттірмей көресіз. Міне достар, банан қабығының пайдасы туралы үй жағдайында керек жағдайда пайдалануға болатынын сіздерге айтып өттім деген ойдамын. Керектеріңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп лайк басқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.